Outlaws, we untouchable. Сәлем достар, сіздермен бүгін Clasher.kz арнасы. Бүгінгі видеоның тақырыбы осыдан жақында келген, обновление бүкілі күтіп жүр, сол обновление туралы болады. Supercell компаниясы өзінің алғашқы обновление туралы ақпаратын шығарды. Facebook сайтына, Twitterге, Instagramға, тағы да басқа социалдық сеттерге, енді интернеттерге шығарды. Ал мен соны сіздерге айтайын не болатынын. Ал обновлениенің уақыты болатыны белгісіз, өкінішке орай, оны айтпады. Мен ойлаймын, обновление бүгін, қазір 25-і. Обновление 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші декабрға қарай болады. Себебі не келе жатыр? Әрине, жаңа жыл. Жаңа жыл темасын, Хэллоуиндік теманы әлі бітірген жоқ. Звуктар шығып тұрады. Сондықтан оны алып тастап, оның орнына қыс мезгілін қосып, және ең үлкен ожидание келе жатқан обновлениені күтеміз. Сол. Біріншісінде обновленияда не өзгереді? Ең өзгеретіні щит. Щиттер бар, мұндай Титан мастерден кейінгі жүрген адамда өте қиын болып келеді. Себебі, Ратуша щитен сындырса, 12 сағат щит береді. Енді оған демалуға мәзірше болады. Ал сол Ратуша сындыра алмаса, уақытты қоспайды да әрі қарай алып кетеді. Енді баланс дейді. Баланс типа, қазір естіп жүрге, Savage 7 деген кланды білесіздер, онда, ТХ7-лер топтыр. Титанда, чемпионскийда. Сол, енді, осы обновленияден кейін ешқандай ТХ9 Титанда болмайды. Енді ол жеткендер енді Ратуша щитен сындырып, ондарға қарсы. Ал енді обновлениеде баланс өзгереді. ТХ9 болса, ТХ9 резко шығады. Ал 10-ші, 7-ші ТХ-лар, 8-ші ТХ-лар шықпайды. Енді чемпионский лигада 2-ші ТХ-ны көрмейтін боламыз. Енді ТХ7-лер шыдаса жүреді. Ал екінші нәрсе, енді өкінішке келеміз. Енді подборда Ратуша щиттегі болмайды. 2012 жылы Ратуша сындырғанда 12 сағаттық щитті беретін. Ал енді 2015 жылы алып тастайды. Біз сені сағынатын боламыз. Достар, ең шындығына келетін болсақ, енді Ратуша сындырса щит бермейді. Ол дегеніміз, Клэштен шықсақ, Ратушаны щитке қойып қойсақ, кірсек, минус 200, минус 100 болуы мүмкін. Енді бұл жаман естіледі, конечно. Енді мейірімді адамдар Ратушасын щитке қояды обновлениядан кейін. Ал адамдар өзінің көбік жинайтыны Ратуша щитке қояды. Және де келетін болсақ, 30% алынса, жер базы 30% алынса, 12 сағаттық щит береді. 60% алынса, 14 сағаттық щит береді. Ал егер 90% база процент алынса, 16 сағат береді. Бұл щиттің өзгертілуі. Мен өзім осы обновление оттаған, говно дейді ғой, орысша. Сондай болады деп ойлаймын. Себебі бұл өте жаман. Сосын өздеріңіз жүрсіздер, орыс группаларында да бар. Clash of Clans ойыны туралы қазақша группалар бар. Және соларда көріп тұрсыздар. Онда, ТХ11 официалдық сайтында осы 24 ноябрь шығарған, болды ғой, жарыс КВ қытайлықтар, японцтар, солар Финляндияда өткенде солар болған. Сонда ТХ11 суретін көрсетті. Сосын жар птица деген защитник оружие дейді ғой. Енді қару защитадағы. Соны шығарады. Ол дегеніміз, мысалы, мына жерге қойсақ, оны ТХ11-де ашылады. Вроде бы, қателеспесем, ол бүкіл картаны алып тұрады. Және карта өлгішетіледі. Мына жерден щиттен мына жаққа дейін салынса, 70
70 несі болады метр, иә. Ал былай да солай. Ал енді обновлениелер 75 метрден 75 метрге дейін тағы да картаны шетке қояды. Және мұндай мусорлар бар ғой, жинап жүрген, коллекция жинап жинайтын адамдар бар. Иә, мұндай басқа жерде өскендерді алып тастайды, қырып, ал мыналарды сақтап қояды. Ол қалай болады? Ол өзгере ме әлде белгісіз. Ал коллекция жинаған 2012 жылдан бері коллекция жинап жүрген адамдар өте өкінішті болады. Иә. Сол обновление туралы бүгінгі тақырып болды, достар. Иә, сосын тағы функция бар. Защитник деревни, охранник деревни дейді орысша, құтқарушы күзетші жердің, және ол функция болады. Ол, короче, щит бітеді ғой, 2 сағатқа плюс щит қосады. Я, конечно, Supercell компаниясы оны бесплатно қылмайды. Я, енді ол кристалға бүкілі ақылы өмірде. Я, короче, сосын сол туралы болады. Және ең жаманы задрот етіп, задрот дегенде ойындан шықпайтын, көбік жинай бере, подбор деп. Я, солар, короче, шығарып жүреді ойыннан. Бар ғой, в отличие сізге демалыс керек. Деревнядағы өмір сүретін адамдарға демалыс керек деп айтылынады. Мыналарға әсіресе мына жүріп барады ғой. Я, короче, соларға демалыс керек дейді. Ал жаңағы щит, ол ондайды болғыздырмайды. Аты охранник деревни. Я, және сол обновление әрі белгісіз. Егер тағы да обновление туралы жаңалықтарды білгіңіз келсе, осы каналға тіркеліңіздер, достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, рэп жасаңыздар. Сіздермен бүгін болған Glacier.kz арнасы. Келесі видеода кездескенше, достар. Сау саламат болыңыздар.